Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге асқабақтан жасалатын пирогты көрсетемін. Ең алдымен асқабақты турап алып, газге қойып, қайнатып аламыз. Сосын ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, оның үстіне қантты салып, еншікпен жақсылап араластырып аламыз. Сосын оның үстіне азырақ қаймақ саламыз. Ерітілген сары майымызды саламыз. Және ұнымызға қопсытқышты бөлек салып, оның ішінде араластырып алып, електен өткізіп отырып, қамыр жасаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қамыр шығады. Ендігі кезекте бөлек ыдысымызға жаңағы піскен асқабағымызды алып, оны езіп аламыз. Міне біздің піскен асқабағымызды езіп алдық. Енді оның үстіне қант саламыз. Қантымызды ерігенше жақсылап араластырып, оны кішкене уақытқа суытамыз. Өйткені жұмыртқаны жарып салған кезде жұмыртқамыз пісіп кетпеуі қажет. Міне біз асқабақты суытып алдық. Енді оған 3 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне кішкене ғана крахмалды салып араластырып аламыз. Менің крахмал салғаным біздің кадрға түспей алыпты. Ендігі кезекте жаңағы дайын болған қамырымызды алып, формаға жайғастырамыз. Енді оның үстіне жаңағы асқабақты салмамызды үстіне құямыз. Сосын оны пеште 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирожныйларымыз дайын. Енді оны формадан босатамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогта өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңыздың барлығына ұнайтын болады. Асқабақ ұнатпайтын адамдарға осылай жасап берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.